Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ең дәмді, үлпілдек, керемет бисквиттің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қазақ тілді YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Бисквиттің биік болып шығуы үшін ең алдымен ескертетін жағдай: жұмыртқаларымыз жылы болмау керек. Тоңазытқышта кем дегенде 1-2 сағатқа салып қойыңыз, егерде сіздің жұмыртқаңыз жылы болатын болса. Ал егерде жұмыртқалар салқын болатын болса, бұл біздің жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызынан оңай ажыратылады. Екінші нәрсе, ол ыдыстарымыз құрғақ болуы керек. Ішінде 1 капля су болмауы керек. Одан кейін миксеріміздің венчигі де міндетті түрде құрғақ болуы керек. Не үшін десеңіздер, біздің корждарымыз биік үлпілдек болып шығуы үшін жұмыртқамыздың ақ уызы көпіріп биік болып тұруы үшін осы ыдыстарымыздың құрғақ болуы маңызды. Достар, тағы да ескертетін жағдай: жұмыртқаның ақ уызы көпіріп биік болып өз формасын ұстап тұруы үшін ақ уызымызға сары уызымыз қосылмауы керек, тіпті 1 тамшы болса да. Егерде қосылған жағдайда абайлап мұқияттылықпен сары уызын алып алыңыздар. Ендігі кезекте қантымыздың жартысын сары уызымызға салып қоямыз. Одан кейін ақ уыздарымызды осындай тарлау және де сопақша ыдысымызға салып, миксердің баяу қозғалысынан бастап, жайлап қатты қозғалысына дейін осылай араластыратын боламыз. Достар, ақ уызымыз ертерек көпіріп, өз формасын ұстап тұруы үшін ені қысқа, ұзынша формадағы ыдысқа салып, ақ уыздарымызды араластырамыз. Сонда біздің ақ уызымыз ертерек осылай көпіріп, өз формасын ұстап тұрады. Достар, егерде сіздердің ақ уыздарыңыз өз формасын ұстай алмай, дұрыс көпірмесе, демек сіздің ыдыстарыңыз дұрыс кеппеген, немесе миксердің венчигі ылғалды деген сөз. Сондықтан да ыдыстарыңыздың құрғақ болуына мұқият болыңыздар. Осы жағдайды міндетті түрде ескеріңіздер. Ақ уыз бұл бисквиттің ең маңызды ингредиенті. Яғни осы ақ уызымыз көпіріп, өз формасын ұстаған жағдайда ғана бисквитіміз биік болып, үлпілдек болып шығады. Ақ уыз көпіріп бастап жатқанда жаңағы қанттың қалған жарты бөлігін салып, тағы да миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Мінекей достар, видеода көрсетілгендей ақ уызымыз формасын ұстап, төңкергенде ыдыстан төгілмейтіндей болып тұруы керек. Келесі кезекте сары уызымыз бен қантымызды миксердің көмегімен жақсылап жұмыртқамыз ағарғанша араластырып аламыз. Достар, айта кетейін, менің YouTube каналымда көптеген тағамдардың, түрлі тәттілердің, фастфудтың түр-түрінің рецепттері бар. Одан бөлек Pinduoduo курсының От-и-до сабақтары да түсіндірілген. Қарап алсаңыздар болады. Ең басты нәрсе YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей достар, өздеріңіз видеода көргендей, біздің жұмыртқамен қант қосылған массамыз дәл осылай ағарғанша миксердің баяу қозғалысынан қатты қозғалысына дейін 5 минут көлемінде араластырып шығамыз. Ендігі кезекте илегіштен ұнымыз бен қопсытқышымызды өткізіп аламыз. Бұл да бисквиттің басты ингредиенттерінің бірі. Бисквиттің үлпілдек биік болып шығуына осындай електен өткізілген ұнымыз да көмектеседі. Ұнымызды електен толықтай өткізіп болғаннан кейін миксердің баяу қозғалысынан бастап қатты қозғалысына дейін жұмыртқалы массамыз бен ұнымыз біріккенше бірнеше минут көлемінде миксердің көмегімен араластырып аламыз. Мінекей өздеріңіз көргендей жұмыртқалы массамыз бен ұнымыз толықтай бірікті. Келесі кезекте лопатканың көмегімен алдын ала дайындап алған
ақ уызымызды жаңа дайындалған сары уызымыз бен ұнды массамыздың үстіне қосып лопатканың көмегімен араластырамыз. Ескерту: бұл жерде миксерді қолданбаңыздар. Себебі сіздердің қазір бисквиттеріңіздің бек болып көтерілуіне осы миксер бұзады. Яғни миксермен араластырсаңыздар бисквиттеріңіз мүлдем көтерілмей қалады. Сондықтан да лопатканың көмегімен толықтай араластырып шығамыз. Келесі кезекте печканың формасына пергамент қағазын төсеп 22 сантиметрдегі кольцомызды қойып, кольцомызға дайын болған массамызды лопатканың көмегімен орналастырып, одан кейін тағы да лопатканың көмегімен бисквитіміздің бетін тегістеп аламыз. Алдын ала қызып тұрған печкамызда бисквитімізді 180 градуста 25-30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Дәл осы жерде ескертетін жағдай: біздің бисквитіміз печкаға салынғаннан кейін оны 30 минут көлемі болмайынша ашпаңыздар. Себебі сіздердің бисквиттеріңіз көтеріліп жатқан кезде печканың крышкасын ашасыз, сол кезде жаңа көтерілген бисквитіңіз қайдан өзінің формасын ұстай алмай басылып қалады. Сондықтан да піскенше ашпаңыздар дегім келеді. Пісіп-піспегендігін ағаш таяқшаның көмегімен көріңіздер. Достар, біздің дәмді, ерекше үлпілдек бисквитіміз пісіп шықты. Дәл осы бисквитті шаймен ішсеңіздер де, болмаса осы бисквит корждарымен торт жасасаңыздар да болады. 1 қыркүйек қызымның туылған күні болатын. Соған орай бисквиттен оригинал креммен торт дайындағым келді. Оригинал креміне крем-чиз, 33% сливке және де қант қажет болды. Соларды араластырып, дәл видеода көрсетілгендей торт жинадым. Достар, ескертетін жағдай: егерде сіздер торт дайындағыларыңыз келсе, коржды міндетті түрде толықтай суытып қана ортасын жіппен немесе пышақпен ажыратып кесіп алсаңыздар болады. Мен 3 бөлікке бөлдім. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 2 бөлікке бөлсеңіздер де немесе бөлмей-ақ жей де болады. Достар, егерде сіздерге видео пайдалы болып ұнап жатса, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздер дәл осы бисквит пирогына дейін, яғни осы пирогты көрмей тұрып, бисквитті қандай рецептпен жасайтын едіңіздер, және де оны қандай қыр-сырлармен бөлсеңіздер, барлығын комментарий бөлімінде күтемін. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сәндігі үшін мен кремді бетіне және шетіне лопатканың көмегімен жағып шықтым. Болғаннан кейін кәдімгі южный печеньені оқтаудың көмегімен ұнтақтап, шеттеріне осылай орналастырып шықтым. Дайын оформлениені сатып алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер де болады.